мәселен сіз тік мінезді, мақсаты айқын, бір динамикада жүрген әйелсіз, қыз келіншексіз делік, бірақ сіз анау иығы фонарь болып тұратын, етегі шашырап тұратын, гүлді бір фатин юбка болмаса бір гүлді көйлектерді киетін болсаңыз, сіз өзіңіздің мінез құлық стиліңізге қарама қайшы келесіз. Ал сол кезде сіз өзіңіз іштей дискомфортта сезінуіңіз мүмкін. Мүмкін не болмаса, сіздің түріңіз эмоцияға жоқ, мысалы, бір салқын делік, сол кезде бір табиғатыңыздағы тік мінездерді сіз гүлді көйлек арқылы емес, табиғатыңыздағы тік мінезді осындай линиялар арқылы, костюм, шалбар, пиджак арқылы көрсету керек шығар. Көрдіңіз бе? Сол кезде адамның мінезіндегі, адамның табиғатындағы, адамның болмысындағы бар дүние киіммен үйлескен кезде ол өзіңізге бірден комфортты сезім сыйлайды және айналаңызды да сіздің жаңағы қалауыңызға сендіреді.